жасым 24-те. Біз Тараз қаласының тұрғынымыз. Отбасымызда атасы, апасы, 2 баламыз бар және жолдасым. Қазір бала жағдайымен үйде отырамын. Мына бірінші қызым Айзере, жасы 3-те, осы биыл 4-ке толамыз. Мынау кіші балам Ақжүрек, оның жасы 2-де. Менің есімім Ләззатгүл. Осы Тараз қаласында тұрамыз. Міне бізде осы ұлымыз, мына келініміз, немерелеріміз міне. Астанада үлкен қызым тұрады. Осы жерде, осы үйде тұрамыз. Немерелеріміз, мынау Айзереміз, үлкен немереміз, мынау Ақжүрек, екінші немереміз. Аллаға шүкір. Таңертең тұрамыз, балаларымызбен жуынамыз, таңғы астарын беремін, жолдасымды жұмысқа шығарып саламыз. Қазір апамыз үйде, көбінесе балалармен сол кісі айналысады. Сол үй шаруасымен кешке дейін уақыт өтеді. Ең бірінші ана болғанда, жас болдым, сәбилі болғанымызға әрине қуандық. Баланың күтіміне көбінесе өзімнің анам көмектесті. 40 күн шомылдырып, басында өзім қорқақтадым, жас болған соң ба. Одан кейін жайлап үйреніп кеттік. 3 айға дейін ол барлық балада колеке болады, аллергия да болды. Оның бәрін мен өзім әпкемнен сұрап тұрдым, көбінесе интернеттен көрдім. Бірақ дәріні көп бермейтінбіз, дәрі-дәрмек көбінесе қолданбайтынбыз. Балаларым туылғаннан денсаулықтары жақсы болды, ондай туа біткен, ондай созылмалы ешқандай аурулар болмаған. Бірақ үлкен қызым көбінесе суық тиіп, иммунитеті төмен болғаннан кейін көбінесе суық тиіп, тамақ ауырып, жөтеліп қалатынбыз. Ай сайын ауыратын. Ай сайын сәл суық ішіп қалса бітті, температурасы көтеріліп, жөтеліп, тамағы қызарып, көбінесе сироптар сатып алатынбыз, ингаляция жасайтынбыз. Дорамаринді мен осы қызым иммунитетін көтеру жайлы ойлап жүрдім. Үлкен дәреті тұрақты болған жоқ. Интернет желісінен қарадым, көрдім. Дорамарин туралы көп бірінші өзім оқып жүрдім. 100% табиғи өнім деп айтқан, баланың иммунитетін жақсы көтереді, басқа да жақсы дәрумендерге толы, витамин деп естігеннен кейін бірінші звондап сөйлестік, онлайн заказ бердік. Үйге тез алып кеп берді, 3 күнде заказ бердік, 3 күннен соң алып кеп берді. Ең бірінші ішіп бастадық, сол 2 банкіден кейін ақ результатын көрсетті. Сол қызым үлкен дәреті жақсарды, суық тию азайды. Өкінбейміз дорамаринді пайдаланғанымызға. Және барлық қазір өзім құрбыларыма, туыстарыма айтып жүрем, жақсы өнім екен. Өзімде естідген дорамаринді базарда жәнімізде осы Айдана сияқты жәнімде істейтін келіншектер бар, олардан да естідім. Дорамариннің пайдасы өте жақсы. Олында кішкентайлары өте көп ауырады деп естидім оның алдында. Сол кезде дорамарин алғалы, ол маған қатты көмектесті. Әпкедеп маған өзім бірінші сол келіншектен естідім. Соң үйге де айтып кеп, соң өздері де Айдана өзі байқап жүр екен, телефоннан, инстаграмнан көріп жүр екен. Соны мен де естідім деп, сонымен алайық деп баламызға айтып, мыналардың папасына айтып, сонымен бір сөзге келмей алып, сонымен жақсы сүйсініп тұрып ішеді, ешқандай бір ішпеймін демейді, қайта дорамарин ішеміз десек жүгіріп қуанып сөйтіп ішіп жүрді ғой, қандай. Мынау да үйренді, кішкентай болса да дорамарин деп беріп атсақ, сразу аузына ашып, кішкентай еді ол кезде мына баламыз үйреніп алды. Сондай теркенішті емес қой, дәмі де приятно негізі. Өзімізде көріп қоямыз ғой, қандай екен дәмі деп. Ұнады да бұл 2 баламызға. Өзгеріс білінді. Кішкентайымыз қазір өсе келе мені сөз қосып сөйлегеннің өзі жақсы ғой, олыңыз. Қосып сөйлей алады, мысалға. Кішкене қосып сөйлей алады. Аппетиттері ашылып, шаштары өсіп, Аллаға шүкір, пайдасы бар. Тұмауратқандар да көп емес. Басылды сол жағы действительно. Бұрын действительно қызымыз кішкене тез неғып қалатын. Сәл салқын ішше тамақтар ұстап қалатын қыздікі.
Дорамарин өніміне алғысымыз шексіз. Өзінің жарнамасына сай, Енді айтады. бәрін өзіміздің естуіміз бойынша 100% табиғи өнім, пайдалы дәрумендерге толы дейді. Оның барлығы рас екен. Осы 2 банкісінен кейін ақ өзіміз результат көрдік. Баланың иммунитетін жақсы көтереді, бойларын жақсы өсіреді, ойлау қабілеттерін жақсартады. Көбісі ойлайды, дорамаринді іше салысымен жаңағыдай нәтиже беру керек деп. Ол олай емес, әр баланың организміне байланысты әсер ететінін өзіміз байқадық. Дорамаринді ішкелі бері ешқандай артық дәрі-дәрмек сатып алмадық. Сол жағынан өзіміз қуанамыз. Ата-ана үшін баланың денсаулығы өте маңызды. Дорамарин өніміне алғысымыз шексіз. Жаңағы жеткізу жағы да өте жақсы. Сосын апта сайын өздері звондап сұрап тұрады баланың денсаулығы жайлы. Барлығы ұнады өзімізге.